Сәлем достар, бүгін балаларыңыз сүйсініп жақсы көретін коржик дайындайтын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған қатығымызды құямыз, оның үстіне бір ас қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Өзі реакцияға еніп, көпіре бастайды. Енді осының үстіне сұйық майды құйып, тағы жақсылап араластырамыз. Және қантымызды салып, жақсылап ерітіп, толық ерігенше араластырамыз. Барлығын осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне бір дана жұмыртқамызды салып, оны да тағы араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, алдын ала дайындап қоямыз. Бір ас қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластырып, енді қамыр елеміз. Өте жұмсақ және қолға жабысқақ болып келеді. Барлығын салып араластырсаңыздар да болады, осылай бөліп елесеңіздер де болады. Рецепт өте оңай және тез дайындалады. Егер қамырыңыз қатты жабысқақ болып ыңғайлы болмаса, кішкене ұн сепсеңіздер болады. Дайын қамырды бірден жаямыз. Столға ұнымыздың барлығын сеуіп аламыз, қамырымызды жаятын боламыз. Өте қатты жұқа және өте қатты қалың қылмаймыз. Барлығын осылай жайып шығамыз. Өзіңізде бар кез келген форманы пайдалансаңыз болады. Егер сізде арнайы печенныйға арналған форма болмаса, кез келген үйдегі осындай домалақ нәрсемен бөліп алсаңыздар да болады. Маған осы ыңғайлы болды. Мен бірден көлемін үлкен қылып жасайын деп жатырмын. Кішкене ғана печенныйға арналған осындай менде форма да бар. Оны да жасап көрдім. Оның көлемі өте кішкентай болды. Осындай болды. Енді барлығын осылай домалақ пішінге келтіріп кесіп аламыз. Артық қалған қамырларды қайтадан жаямыз. Коржығымыздың беті әдемі жылтырлап тұру үшін неге қатық пен ас содасын араластырып алдым кесеге, соның барлығын жағып шықтым. Беті жылтырлап әдемі болып шығады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 35 минут пісіреміз. Әр пеш әртүрлі, міндетті түрде қарап тұрыңыз. Неге иісі де әдемі болып шықты. Өте дәмді, балалардың барлығы жақсы көріп жеп қояды. Жасап көруге кеңес етемін. Менің парақшама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, кез келген рецепті жіберіп алмас үшін. Сіздермен болған Фариза ас болсын.